Сәлем достар, бүгін мен сіздермен лимон қосылған кекс дайындайтын боламын. Лимон дәмімен ерекше дәмді болып, жүмсақ болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер және видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен керекті азық-түлікті дайындап аламыз. Ұн, қант, лимон шырыны, сары май, жұмыртқа, лимон қабығы, ұн қопсытқыш, ванилин, куркума керек болады. Жұмыртқаны миксермен көпіргенше араластырып, үстіне шекерді аз-аздан салып тұрамыз. Осылай көпіріп көтерілгенше араластырып болып, оны бір шетке қоя тұрамыз. Енді сары майды алып, оны да ағарғанша миксермен араластырамыз. Сары майдың жұмсақтығы бөлме температурасында болу керек. Осылай ағарғаннан кейін жұмыртқалы массамызды үстіне құйып араластырамыз. Екі массаны бір-біріне қосып араластырып болған соң үстіне ванилинді саламыз және үккіштен өткізілген лимон қабығын салып, одан кейін лимон шырынын құйып жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнның жартысын салып, үстіне куркума мен ұн қопсытқышты қосып араластырамыз. Соңынан қалған ұнды салып, түйіршік қалдырмай біркелкі болғанша бәрін жақсылап араластырып алып, 10 минутқа қойып тындырып аламыз. Одан кейін кекстің қалыптарына таразымен өлшеп, әрқайсысына 70 граммнан салып шықтым. Ал рецепттің құрамын сипаттама бөлімінен көре аласыздар. Осы дайындалған бір массадан 12 штук шығады. Қызған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне пісіріп пештен шығарып алдым. Бетіне жағатын глазурды дайындау үшін 2 ас қасық лимон шырынына 100 граммдай қант ұнтағын салып араластырамыз. Соңынан осылай бетіне құйып шығамыз. Міне енді толықтай лимон қосылған кексіміз дайын болды. Енді арасын кесіп көретін болсақ, көріп тұрғандарыңыздай жүмсақ, дәмі өте керемет болып шығады. Дәмін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Және видео рецептім ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әдеттегідей достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен болған Айнұр, баршаңызға сәттілік.